Қарақалпақстан Республикасы қорғау басқармасы қызметкерлері тарапынан пайтақтымыз Нүкіс қаласындағы 32-ші салы Улыма орта білім беру мектебі оқушылары үшін ашық есілер күні шөлкемлестірілді. Нөбетте хабарымыз міне үс хақында. Жастарды әскери отансүйгіштік рухында тәрбиялау, олардың әскери тарауға болған қызығушылықтарын еледе асыру мақсатында өткерілген іләж дәстүрінде сөзге шыққанлар ашық есілер күні іләжінің ахметі хақында айрықша атап өтті. Сонымен бірге жастарға қорғау қызметі абзалдықтары бойынша көргізбелер де көрсетіліп, онда қазіргі күнде Қарақалпақстан Республикасы қорғау басқармасының соңғы заманауи техникалары, оператив әрекетленуші топар қызметкерлерінің жұмыслары, басқарманың үгіт-насихат жұмыстары үшін арналған қызмет автобусындағы қорғау үскенелерінен пайдаланудың ахметлі тәріптері хақында маулыматлар да айтылды. Сонда айтып өтуіміз керек, қатынасушылар бүгінгі күнде тарауда істеп атырған қызметкерлердің ерісіп атырған жетіскендіктері, өткен дәуір ішінде қызмет еткен тарау басшыларының минетлеріне арналған музейде де болды. Хақиқатында да тарау қызметкерлері тарапынан жастарды отансүйгіштікке тәрбиялау, ана отанымыздың пидайы азаматлары болып камалға келуін тәминлеуде бұндай іләжлардың орны айрықша есептелінеді.